Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пайдалы ақпаратымның тақырыбы қызанақ жайлы болмақ. Қызанақ туралы қызықты деректі тыңдаңыз. Тарихқа жүгінсек, ең алғаш 6 ғасырда қызанақты испандар мен португалдар Америкадан әкеліпті. Содан ұзақ бойы бұл көкөністі еуропалықтар жеуге болмайтын улы өсімдіктер қатарына санап, оны тек сәндік мақсатта қолданып келіпті. Нақтысын айтқанда, ашық қызыл түсті түйіні мен әдемі жапырақтары бар қызанақты гүлдермен бірге көшелерді, саябақтарды безендіру жұмыстарына пайдаланған екен. Зерттеушілердің бір парасы кәрі құрлық тұрғындардың мұндай байлам жасауына аталған көкөністің тарихи отаны Мексикада. Қызанақ қалай көкөніс атанды? Бүкіл Еуропа елдері қызанақты сән үшін арнайы ыдыстарға отырғызып, оны терезелердің алдында, сондай-ақ аллеяларда көптеп өсірді. Алайда уақыт өте келе 7 ғасырда испандар бірінші болып улы өсімдіктен дәм татып, артынша ол жөнінде бүкіл еуропалықтарға айтады. Сөйтіп шырынды жеміс олардың сүйікті асына айналыпты. Бір қызығы, жалпыға мәлім помидор сөзі итальян тілінен аударғанда алтын алма деген мағынаны білдіреді. Бірақ қызанақ алтын түстес емес, қызыл. Сонда бұл атаудың төркіні қайдан шықты деген сауал туындайды. Сөйтсек, алғашқы кезде Италияда сары түсті қызанақтар өсірілген екен. Сонымен қатар, қызанақтың көкөніс аталуына қатысты тағы бір қызық дерек бар. 1893 жылы бұл өсімдікті импорттаумен айналысқан ағайынды Никстер кеденші Эдуард Хедденге қарсы сотқа талап арыз түсіргенде, ботаник мамандардың көзқарасына сүйеніп, қызанақты жеміс деп көрсеткен. Себебі 1883 жылдан бастап кедендік тарифте импортталатын көкөністерге баж салығы алынатын, ал жемістерге мұндай салық қарастырылмаған көрінеді. Соған сәйкес, ағайынды Никстер әкелген тауарларын ешқандай салықсыз саудаламақшы болыпты. Бірақ сот отырысында мемлекеттің мүддесін көздеген кеденші Хедден қызанақ өзге жемістермен қатар үстелге десерт ретінде қойылмайтынын дәлелдеп шығады. Соның нәтижесінде ақш жоғарғы соты жеке кәсіпкерлердің талабынан мемлекеттің мүддесін жоғары қойып, аталмыш өсімдікті ресми түрде көкөніс деп жариялаған. Жаз мезгілінде сүйіп жейтін көкөністердің бірі қызанақтың пайдасы жайлы біле жүріңіздер. Қызанақтың құрамы В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге бай. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Экзема, псориаз сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауға да тиімді. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай жеуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стаканнан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактадан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2 рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Достар, осымен бүгінгі ақпаратым өз мәресіне жетті. Егер де пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.